Армансыздар, ардақты ұстаздар, сүйікті студенттер. Тәуелсіздік күні барлығымыз үшін ерекше қасиетті күн. Мемлекетіміздің тәуелсіздігі ең алдымен халқымыздың бақыты, ұлтымыздың ұлы мұраты. Біздің ең киелі, ең қасиетті ұғымыз тәуелсіздік. Отан, туған ел, халық ұғымын тәуелсіздіктен бөліп қарау мүмкін емес. Бір-бірімен байланысып жатқан өзегі бір ұғым. Тәуелсіздіктің иесі халық, халықтың анасы отан. Kazakistan halkı 32 yıldan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklal yaşamını geliri olarak düşünmüş bir millet kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Tәуелсіздік күніне арналған тәуелсіздік тұғырым атты мерекелік іс-шараға қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасының гимні, Түркия Республикасының гимні, қос мемлекеттің гимнін тыңдауға шақырамыз. İki ülke milli marşlarını dinlemeye davet ediyoruz. Салтанатты жиынымызда ашық беру үшін университетіміздің ректоры Жанар Амангелдіқызын сахна төріне шақырамыз. Açılış konuşması yapmak üzere üniversitemiz rektörü Sayın Temirbekova Caner Amangeldi kızını sahneye davet ediyoruz. Құрметті әріптестер, ардақты ұстаздар,
Suyuklu studentler. Tәуелсіздік күні құтты болсын. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Тәуелсіздіктің жаршысы болып, 91 жылы құрылған Түркістан мемлекеттік университеті кейін көп ұзамай халықаралық дәрежеге жетіп, мына Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетіне деңгейіне жетті. Сол кезде бастап тәуелсіздік күні біздің елімізде, біздің тарихымызда қаншалықты маңызды екенін күн өткен жоқ, біз осыны жұмысымызға айналдырмадық. Тәуелсіздік қазір ойлап қарасаңыздар, тек қана сол 91 жылдан бергі өткен уақыт емес. Бұл тәуелсіздікке қалай қол жеткізгенімізді түсіну үшін, міне дәл осы залда отырған біздің студенттер, сіздер осы мәдениет орталығының екінші қабатына шығып көрсеңіздер, сонда осы тәуелсіздікке қол жеткізген барлық тарихи тұлғаларды көресіз. Ол жерде тәуелсіздікті армандаған, әр уақытта біздің осы қазақ еліміз қашанда тұғыры биік, қашанда еңселі ел болды армандаған біздің тарихи тұлғалар, хандарымыз, билеріміз, қаһармандарымыз және солардың сонау ғасырлар бойы алған ұлан ғасыр міне біздің территориямызды көрсеткен үлкен карталарменен солардың галереясы тұр. Сол жаққа жиі барып тұрыңыздар. Сол жердегі тұлғаларды жақсы біліңіздер. Сонда сіздер осы біздің тәуелсіздікке қалай қол жеткізгенімізді түсінетін боласыздар. Сондықтан құрметті әріптестер, құрметті студенттер, бүгін дәл қазір біз әр тәуелсіздік күні болсын, әр үлкен іс-шара болсын, біз өзіміздің мемлекеттік әнұрандармен бастаймыз. Мемлекеттік әнұрандағы әрбір сөз, әрбір мағына міне жүректен өтеді. Сондықтан біздер осы елімізге қызмет ететін, ғылыми потенциалын дамытып, ел дамуына үлес қосатын сіздер мен біздер тек қана жақсылықта кездесейік, тек қана үйімізде, жанұямызда бақыт болсын, еліміз көркендей берсін, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Рахмет, Жанар Амангелдіұлына алғыс білдіре отырып, сахна төрінен шығарып саламыз. Konuşmalarından dolayı Sayın Üniversite Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Келесі сөз кезегі ректор өкілі Пиями Боттал мырзаға беріледі. Sahneye üniversitemiz rektör vekili Sayın Peyami Battal Bey'i davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, değerli rektör yardımcısı arkadaşlarım, dekan arkadaşlarım, akademik ve idari personel arkadaşlarımız, sevgili öğrenciler, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok önemli bir günü kutlamak üzere bir araya geldik. Kazakistan'ımızın bağımsızlık gününü kutluyoruz. Değerli arkadaşlar, bağımsızlıklar ülkeler için, insanlar için çok önemli. Özellikle hepimiz bizler için bağımsızlık ekmek ve aşk kadar, su kadar çok önemli. İnsan ekmeksiz, susuz, araçsız yaşayabilir ama bağımsızlık olmadan yaşayamaz. Bunu ben bir anekdotla sizlere ifade etmek istiyorum. Asgar Bey habire kısa tutun dedi ama abi 3 dakikada da olmaz. Şimdi bizim Türkiye'de bir general vardı. Benim çalıştığım bölgede bağımsızlığını tam kazanamamış bir devletten bahsetti. Dedi ki gittim çok zengin bir insanın evine misafir oldum. Zengin insan bana şunu söyledi. Dedi ki şu kapımın önünde bir sürü aracım var. Çok büyük arazilerim var.
çok çalışan insanım var benim yanımda. Ama demiş bizim generala, bunların hiçbirinin anlamı yoktur demiş. Keşke bunların hiçbiri olmasaydı da bağımsızlığımız olsaydı. Bağımsız güçlü bir devletimiz olsaydı. O yüzden değerli arkadaşlar, bağımsızlık bu anlamda önemli. Yani her şeyiniz olsa bile, çok güçlü kendinizi şahsi olarak hissetseniz bile, bağımsızlığımız yoksa, ülkelerimiz bağımsız değilse hiçbir anlamı yoktur. Allah'a şükürler olsun. Bugün 32. yılını kutluyoruz Kazakistan'ımızın bağımsızlığını. Ve temennimiz ve isteğimiz, yürekten isteğimiz şu ki, kıyamete kadar artık bu bayrak inmeyecek. Bu bağımsızlığımızı gür bir şekilde hep beraber haykıracağız. Ve göklerde dalgalanacak bayrağımız, bayraklarımız. Bağımsızlık hepimiz için ekmek, su, aşk kadar önemli. Hatta ve hatta ondan çok önemli. Sevgili gençler, bu bayrağı bizlere hediye eden büyüklerimiz işte bize büyük bir kazanım miras koydular. Bundan sonraki süreci hep beraber sahipleneceğiz. Bir bayrak yarışı, güçlü bir bayrak yarışı şeklinde bizden sonraki nesle bu bağımsızlık kazanımımızı taşıyacağız. Oraya götüreceğiz ve bu şekilde, bu bilinçle devam ettiğimiz sürece şunu söyleyeyim ki bağımsızlığımıza hiç kimse halel getiremeyecek. Biz güçlü olduğumuz sürece bağımsızlığımız devam edecek ve güçleneceğiz. Onun için yaşlı, genç, çocuk, büyük, küçük fark etmez. Hepimizin sırtında çok önemli bir vazife var. Bize teslim edilen bu bağımsızlık hediyesini, kazanımını geleceğe etkin bir şekilde birlikte götüreceğiz. Birlikte taşıyacağız ve yine şunu söylüyorum. Allah'ın izniyle, Allah'tan bizim temennimiz bu ki gerek Kazakistan, gerek Türkiye ve bütün Türk devletlerinin bağımsızlığı ilelebet payidar olsun. Bayraklarımız semalarda dalgalansın. Bağımsızlığımız güçlenerek devam etsin ve bu duygularla Kazakistan'ımızın bağımsızlığını, bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle hepimizin bağımsızlık bayramını kutluyorum. Rabbim bizlere hiçbir zaman için Kazakistan'ımıza, Türkiye'mize ve bütün Türk devletlerine kötü günler yaşatmasın. Kem gözlere, kötü niyetlere de Rabbim fırsat vermesin. Allah hayırlı uğurlu etsin. Kutluyorum bayramımızı. Özgür Rabbim. Değerli başkanımızla yeni şahıs müdürü olarak Sanat Örneği'nin hoşum etmeyi şıramsamamız. Konuşmalarından dolayı Sayın Rektör Vekilimize teşekkür ediyoruz. Olay bolsa, merkelik konsertimizde kabul alыңыздар. Aldarыңızda Atamekin Oltastoplar folklorluk ansamblı, Sögürdün kıyı ыңғайты. Kabul alыңыздар.
Sultanbek'in ornunda Dombara ele kabul alınızlar. Hoşçakalınız. Tevelsizlik, erkindigim, qasiyetim qasdерlim, özün barda, özегimде жоқ шер мұң, кеше сенің келбетіңді арман қып, боданына бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өрт көраған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба, алшан басып жүре алмаса алдалаш, азаттығым қадірінде жоғында. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ оданда. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған саған оғанда. Ne bedeller ödedik, ne bedeller sana. Ezilen tüm halkların direnişten yana. Kavuşmak zor değil sana, ey bağımsızlık, özgürlük. Aldarımızda bir sultan bir ansambala, Azat Ayak Bey'imin kabul alınızlar.
Tevelsizlik aşı termen gelgen tәтті жеңіс. Төгілген қанның, өлмеген жігердің отымен келген олы күн. Ел еркіндігі ол тазалықтығы. Жан мен тән бостандығы ұғымы тәуелсіздігінен айырылған мемлекет үшін алдыңға бергісіз, күллі әлемнің байлығынан да бағалы қастерлі ұғым. Кең байтақ көз жетпейтін жерім менің. Таулы орман жасыл жайлау көлім менің. Бүгінде бар әлемге даңқық жетті тәуелсіз Қазақстан елім менің. Алдарыңызда вокалды инструментальды ансамбль Тұран Бек. Туған жер әні орындайтын эстрада өнері мамандығының бірінші курс студенттері Қорған Бейбіт және Бабаханов Шахзод. Қошеметпен қабыл алыңыздар. Aynadım seni
орындайтын эстрада өнері мамандығының 3-ші курс студенті Қанат Айдос. Қошеметпен қабыл алыңыздар. Туған жер менің тұнықтарым, қасиетіңді ұлықтарым, анадан саған қазақ балам. Туған жер тамған кіндік қаным, қадірлеген ұрпақтарым, топырағыңа сенің құрбан жаным. Құстары еркін сайраған, көгінде қалқып ойнаған, балалығымды ойланам, туған ел болмас, ешбір тең болмас, жер қадір білмеген адал ер болмас. Туған жер мұнайыр, адамдар үшін айыр, бабалар мұрасы жері жырайыр. Mezgilli sulu tabiatpен, олқысыз табиатпен, байлығын берсе барын қарияммен. Туған жер ыстық қамбатпаған, жүрегімнен сырақтаған, жер көл сусында дарияммен. Құстары еркін сайраған, көгінде қалқып ойнаған, балалығымды ойланам, туған ел болмас, ешбір тең болмас, жер қадір білмеген адал ер болмас. Туған жер мұнайыр, адамдар үшін айыр, бабалардың мұрасы жері жырайыр. Қошеметтеріңіз алдарыңызда өнер көрсеткен Қанат Айдос. Ән қазақ елі орындайтын эстрада өнер мамандығының студенттері. Қабыл алыңыздар. Сезім қалқымас адам, дүрсілдеп сеніп соққан жүрегім. Маған
Ендеше осындай көңіл күймен әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі кезекте марапаттау рәсіміне көштік. Сахна төріне университет ректоры Жанар Амангелдіқызын және ректор өкілі Пиями Батталмазаны шақырамыз. Ödül töreni için üniversitemiz rektörü Sayın Temirbekova Canan Amangeldiqızı'nı ve rektör vekili Sayın Peyami Battal Bey'i sahneye davet ediyoruz. Ендеше марапаттау рәсіміне кезек берсек, Республикалық кәсіптік одақтар федерациясының төс белгісімен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Төс белгімен профессор Мырзалиев Бораш Смайлевич марапатталады. Қошеметтеріңіз. Дәл осындай төс белгімен доцент Қошанова Нағима марапатталады. Дәл осындай төс белгімен кафедра меңгерушісі Нұрғасимова Раушан марапатталады. Дәл осындай төс белгімен доцент Жолсейітова Мағриба марапатталады. Қошеметтеріңіз. Марапат иелерімен естелікке суретке түсуге шақырамыз. Марапат иелерімен естелікке суретке түсуге шақырамыз. Марапат иелеріне алғыс білдіре отырып сахна төрінен шығарып саламыз. Марапаттау рәсімін әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды мырзаның алғыс хатымен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Сізді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні мерекесімен құттықтай отырып, мемлекетіміздің қуаты мен экономикалық әлеуетін нығайтуға, облыстың толағай табыстарға қол жеткізуіне қосқан үлесіңіз үшін алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта да сіздің ел игілігі үшін аянбай еңбек ететініңізге сенімдімін. Сізге барлық бастамаларыңызға сәттілік, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Құрметті Жылқыбай Гүлімжан қызмет қызы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Дәл осындай мәтіндегі алғыс хатпен Бекділлә Ахмет Бекділләұлы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Дәл осындай алғыс хатпен Шәуенов Дидар Шәуенұлы марапатталады. Беласарова Шынар Мағжановна марапатталады. Саржанов Бахрети марапатталады. Қошеметтеріңіз. Жарқынбекова Динара марапатталады. Қошеметтеріңіз. Тайжанов Респек Түзебекович марапатталады. Дәл осындай мәтіндегі алғыс хатпен Әбдікұлова Зағипа марапатталады. Қошеметтеріңіз. Дәл осындай алғыс хатпен Исмақұлова Жұлдыз марапатталады. Қошеметтеріңіз. Дәл осындай алғыс хатпен Аманбаева Бақыт марапатталады.
Дәл осындай алғыс хатпен Ботақараев Әліпбай Түгелбайұлы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Барша марапат иелерімен естелікке суретке түсуге шақырамыз. Марапат иелеріне алғыс білдіре отырып, сахна төрінен шығарып саламыз. Келесі кезекте қала әкімі Нұрбол Тұрашбеков мырзаның алғыс хатпен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Сізді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз осы жылдар ішінде ішкі бірлігінің арқасында биік белестерді бағындырып, толағай табыстарға қол жеткізді. Осы орайда сізге киелі Түркістан қаласының даму жолындағы еселі еңбегіңіз бен қосқан үлесіңіз үшін алғысымды білдіремін. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық пен бақ береке тілеймін. Құрметті Қазақбай Абдуллаевич марапатталады. Қошеметтеріңіз. Дәл осындай алғыс хатпен Абырайба Үржамал марапатталады. Қошеметтеріңіз. Дәл осындай алғыс хатпен Камалова Фериде марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Еркешева Жазира Сабырқызы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Байтұрсынов Жандос Исабекұлы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Сұлтанбек Мәлік Жұпанбекұлы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Сапиева Дона Махмуджан қызы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Юсупов Қуаныш Есенбекович марапатталады. Утаров Қайрат Алимтаевич марапатталады. Қошеметтеріңіз. Дәл осындай алғыс хатпен Тасболатов Нұргелді Кенжебаевич марапатталады. Қошеметтеріңіз. Дәл осындай алғыс хатпен Ақназаров Серік Баянқұлұлы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Жүнісов Нұрсейіт Мұхитдинович марапатталады. Барша марапат иелерін естелікке суретке түсуге шақырамыз. Барша марапат иелерімен естелікке суретке түсуге шақырамыз. Марапат иелеріне алғыс білдіре отырып, сахна төрінен шығарып саламыз. Марапаттау рәсімін әрмен қарай жалғастыратын боламыз.
Üniversitetimizin 30 yıllık meritoy töz belgesimen marapatlaw resimine ruhsat berіңizdер. Üniversitetimizin 30 yıllık meritoy töz belgesimen Mamutov Arzu marapatlanadi. Qo'shimchalarınız. Dal osындай töz belgemen Davletova Meribek marapatlanadi. Aknazarov Serek, Duysenov Qaldыбек, Yakub Ayaköz, Saymanov İmanali, Yanazarova Ayslu Aliyevna, Tulbasiyev Narday Jumanoviç, Tajmetov Bahadır Orbasarovich, Aydarşa Mereke Polat kızı, Baymuhamedov Bagdad Muhtarovich, Rahimjanov Alpamız Orıntayevich, Елжанов Дархан Нуржанович, Нарықбай Ролан Тарженұлы, Қойшыбай Арман Балтабаевич, Алтынбеков Алпамыс Ибадуллаұлы, Орынбай Айболат Жолдыбаевич, Құралбай Бажанар Тоқтаевна марапатталады. Қошеметтеріңіз. Barша marafat iyilerinin şın direkten құттықтаймыз. Қошеметтеріңіз. Marafat iyileriмен естелікке суретке түсуге шақырамыз. Marafat iyilerine alғыс білдіре отырып, сахна төрінен қошеметпен шығарып саламыз. Дәл осындай төс белгімен Молдалиев Мақсат Сүйіндікбич марапатталады. Құралбай Бажанар Тоқтаевна марапатталады. Әмірбек Айдарбек, Мергенбаев Ержан Пернаханович, Құралбаев Алмаз, Султанов Дархан Серикбаевич, Әзірбергенова Гүлмира Жарылқасыновна, Тәжібаева Райхан Мұсамат қызы, Әлімбаева Айсұлу Алмасхановна, Момбекова Гүлмира Райбековна, Байбақов Нұрбол Абраимович, Баймағамбетов Сәбит Тіленбаевич, Жиенбай Ерлан Бейбетович, Бидашев Тельмурат Темирбаевич, Ербота Айнур Сапарқызы, Маржан Сәуле, Бүркітбаева Меруерт Алпысбековна, Утекулева Гүлзат Жолдыбековна, Алашбаев Ерлан Журабекович, Орасхан Нұрлан Орасханұлы марапатталады. Қошеметтеріңіз.
Marifat iyilerinin estetikliğe sürekli türlü şaşıramaz. Marifat iyilerine algыс bildirip oturup sahne törünün koş yemekten çıkarıp salamız. Marafatımızı erken karayıp ışıldastıran bulamız. Deli osunday töz belgimeyin. Jönebekov Maksat Zulkarnayın ola marafatkalarda. Koş yemekleriniz. Jamalova Nargiza marafatkalarda. Özbekova Lezzet Kasımbekovna. Трендиева Фарида Топоголовна мarafatkalarda. Şerifa Gülümcan Türebayevna. Beysenef Aybek Sayranova. Sayfulov Baujan Nasırdinullah. Nurmatov Jahangir Yeşbayevich. İsayev Muhtar Seyitxanova. Jumadulayeva Asel Nurdulayevna marafatkalarda. Nurmanova Şınar Baltalı kızı. Halilayeva Elmira Jahanovna. Zolbakharova Elmira Umurzakovna. Taşimova Ertürkül marafatkalarda. Koş yemekleriniz. Nurbetova Gülnar Orazaliyevna. Erimbekova Sabira Şerefhanovna. Desenova Jamila Kalımbetovna. Baykenşe Nurgül Karjovbay kızı. Ayboltayeva Gülnara Ahmetovna marafatkalarda. Koş yemekleriniz. Barışa marifat iyilerini şu жерде құттықтаймыз және естелікке суреттеп түсуге шақырамыз. Marifat iyilerine alғыс білдіре отырып сахна төрінен шығарып саламыз. Дәл осындай төс белгімен әуезов Батырхан Нағашбекұлы марапатталады. Қош келдіңіз. Мейірбекова Күлда. Абдуллина Гүлжан марапатталады. Тәжібаев Ғалымжан Қуанышбекович. Қасымбеков Аббасбек марапатталады. Бекаев Ермахан Аскарович. Умаров Амантур Амангелдиевич. Тимуров Фазладин Турабаевич. Искендиров Мухтар марапатталады.
Базарба Жанар Байдалла кызы. Бегділі Ахмет Бегділі ұлы. Әйтім Айжан Шырбек кызы. Райханова Лаура Кадыр кызы. Мырзаханова Ақбота Құлахан кызы. Қошеметтеріңіз. Әлімбекова Ләззат Тасановна. Әлімбекова Ләззат Тасовна. Барша марапат иелерімен естелікке суретке түсуге шақырамыз. Марапат иелеріне алғыс білдіре отырып, сахна төрінен қошеметпен шығарып саламыз. Дәл осындай төс белгімен Әкімтаева Ғазиза марапатталады. Оразбаева Орынкөл Оразбаевна марапатталады. Досметова Гүлфарида Сүлейменовна марапатталады. Әбішева Гүлжан Орынбасаровна. Бабаева Гүлмира марапатталады. Сәрсенов Бақытбек Темірбекович. Қошанова Майра Данабековна. Темірбеков Алишер марапатталады. Сарбаева Қарлыға Тұрсынбаевна. Әбдімүтәліп Нұрлыбек Әбдімүтәліпұлы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Төлегенова Гәухар марапатталады. Барша марапат иелерімен естелікке суретке түсуге шақырамыз. Марапат иелеріне алғыс білдіре отырып, сахна төрінен қошеметпен шығарып саламыз. Дәл осындай төс белгімен Қошанова Ұлбосын марапатталады. Болатбекова Қарлығаш Айдархановна. Олдасбеков Ғабик марапатталады. Тұрабекова Клара Қасымхан қызы. Қуанышбаева Жолпан Айтбаевна. Тасболатова Гүлнара Қанайқызы. Шынтеміров Нахып Шириевич. Бабажанов Омар марапатталады. Рахматуллаева Дилора марапатталады. Зайнеттинова Гүлзия марапатталады. Қошеметтеріңіз. Удебекова Сәрсенкүл. Байзиметова Рахмана. Ташимова Роза. Сыздықов Қайрат.
Töregene bağışanlar aman geldiğimler. Karimov Dadajan Tosunbayoğlu. Abdurrahman Buljan Saylovna. Koykenova Rız Temnikovna. Kalmatayeva Ahmaral Smailovna. Bağıt Evşet Marapataladan koş etleriniz. Barışa marifat yerlerini şönçülükten tağıda kutuktayımız. Yedekleriniz jana versin. Marifat yerlerini getirip ki sürekli süre şaklamız. Marifat yerlerine algıs bedeli oturup sahna törneni koş emekten çıkarıp salamız. Başlarımızga algıs bedeli oturup sahna törneni çıkarıp salamız. Marifat da Ermeni kadar жалғастыру үшін сахна төріне университетіміздің вице-ректоры Тұрғанбаев Асқар Мырзаны қошеметпен шақырамыз. Дәл осындай төс белгімен Қойшиева Гүлнар Жұмабековна марапатталады. Қошемет еріңіз. Бакирова Ақмарал Алайдарқызы. Гүрсой Музаффер. Амантуров Маралбек. Тубеков Султанбай. Özdemиров Кайрат Аманкулович. Балтенова Айнур Рахымжановна. Музафарова Зульфия Маматиновна марапатталады. Қошеметтеріңіз. Барша марапат иелерімен естелікке суретке түсуге шақырамыз. Barша marifat ieleriini естелікке суретке түсуге шақырамыз. Marifat iелеріне және басшымызға алғыс білдіре отырып сахна төрінен шығарып саламыз. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын. Жақсы күндерде кездескенше sağ salamatта болыңыздар. Bağımsızlığımız ve birliğimiz ebedi olsun. Bir dahaki sefere görüşmek üzere sağlıkla kalın. Yaşasın hür Kazakistan, yaşasın hür dünyası, yaşasın Yesevi gençleri.